Ауыл шетіндегі көк қақпалы, тозығы жеткен үйде жалғыз шал тұрады. Жақып жасы 65-те. Кемпірі 2 жыл бұрын өліпті. Үйі тыныш. Шамы да әркез өшірулі. Есігі сирек ашылады. Адамдар оны біресе жынды шал, біресе шайтаны бар деп атайды. Бірақ ешкім оның терезесінен ішке қарап көрмеген. Назерке аудандық емханада жұмыс істейтін медбике. Жасынан сұлулығымен көзге түскен. Бірақ ондай сұлулықтың артында ауыр шындық жасырулы еді. Анасынан ерте айырылып, өгей шешенің қолында өскен. Еркек атаулыдан көңілі қалған. Тек жұмысымен өз тыныштығы үшін ғана өмір сүріп келеді. Бір күні медпунктке ауданнан хабар келді. Жақып Сәрсенбайұлының жағдайы нашар. Аяғы сынып, демі қысылып жатыр. Үйіне барып қарау керек. Басқалар барғысы келмеді. Назерке ғана үнсіз келісті. Жақыптың үйі сыз тартқан. Бірақ іші тап-таза. Терезе алдындағы ескі ағаш үстелдің үстінде суреттер тұр. Жас кезіндегі жарымен бірге түскен суреттер, ал астында сарғайған бір қағазға жазылған хат. Кешір мені, өмір. Мен сүйе алмадым. Бірақ енді сол үшін жаза тартып жатқандаймын. Назерке үйге кіргенде Жақып диванда жатып көзін тарс жұмып алған еді. Бірақ сезді, бұл жолғы қадам бұрынғы медбикелердікіндей емес. Бұл жас, бұл иіс өзгеше еді. Ассалаумағалейкум, ата, мен Назерке деген медбикемін. Қалдарыңыз қалай? Уағалейкум ассалам, қарағым. Сен басқа иіс алып келдің ғой. Иә, дәрі иісі болуы мүмкін. Жоқ, бұл өмір иісі, жас иіс. Назерке таңырқап қалды. Бұл сөз оны түртіп өткендей болды. Шалдың жүзі салбырап тұрғанымен дауысы мейірімге толы еді. Бірнеше күн бойы Назерке Жақыпқа дәрі беріп, укол салып күтім жасады. Ал шал оның әр келгенін күтіп отыратын болды. Әр келген сайын терең әңгіме басталып кететін. Мен әйеліммен 40 жыл тұрдым, бірақ махаббат дегенді білмеппін. Екеуміз төсектес болдық, бірақ жаным ешқашан тыныштық таппапты, деді бір күні Жақып. Назерке үнсіз тыңдап отырды. Бір түрлі еркін сезінді өзін. Ал сен ше, қызым? Сүйдің бе? Сүйге уақыт болмады. Әлде жігерім жетпеді, деді Назерке жай ғана күрсініп. Назерке ол түні ұйықтай алмады. Үйге келіп жуынбақ болғанда бетінен Жақыптың көзқарасы кетпей қойған. Қарт кісінің жанарындағы сағыныш әлде қалау, әлде мейірім. Әйтеуір ол көз әйел ретінде оның жүрегіне баяғыдан аңсаған жылылықты құйып жіберді. Келесі күн Назерке тағы келді. Жақып қақпаны ашып күтіп тұрды. Қолында бір кішкентай гүл, сарғалдақ. Назерке қысылып қалды. Бұл не? Кешегі кешің үшін, ойымды бөліп кеткенің үшін. Назерке үнсіз жымиып кірді. Бөлме ішінде тым-тырыс. Укол салған соң Жақып күрсініп. Сен келген сайын жүрегім тіріліп кетеді, деді. Ондай сөзді айтпаңыз, ата. Ел естіп қойса, ерсі түсінеді. Ел дейсің бе? Ел қай кезде сүйген адамның көңілін түсінді. Олар тек өсек айтады. Назерке теріс қарап отыр еді. Жақып жайлап қолынан ұстап. Қарағым, менің кемпірім өлгелі, бұл үйде жарық болмаған. Сен келгелі жүрегім жылыды. Мен саған ештеңе ұсынбаймын. Тек егер сен де жалғыз болсаң жанымда қал. Бүгін түнде. Назерке ештеңе демеді. Бірақ орнынан тұрып, төргі бөлмеге өтті. Түн. Назерке босағада тұрды. Киімін ауыстырып болған соң, көйлегінің етегі тізеден төмен ұзын жеңді. Үстіне халат жамылды. Шал терезеге қарап отырған. Назерке жақындап. Жарықты өшірейік пе? Деді сыбырлап. Жоқ, мен жарықта көргім келеді сені. Сол сәт үнсіз құмарлық басталды. Бұл, жас қыздың жалғыз жүрегінің алғаш жылынған сәті еді. Ал қарттың соңғы арманы орындалған сәт. Бұл, тән мен жанның емес, мейірім мен мағынаға шөлдеген екі адамның үнсіз түні еді. Назерке сол түні көз жасын тыя алмады. Бірақ бұл өкініш емес еді. Бұл, алғаш рет біреудің құшағында өз әйел екенін сезінген жас қыздың көз жасы еді. Назерке таңертең ерте үйіне келіп, киімін ауыстырып, шашын жайып, терезе алдына отырды. Бірақ жан дүниесі тыныш емес еді. Өзін өзі алдап, бұл жай ғана мейірім болды. Ол әкемдей ғой.
Ол жалынышты деп ақталғысы келді. Бірақ кеше түнде болған жайт жүрегіне құлып боп қонды. Ауыл кішкентай еді. Бір түймені бассаң, келесі бұрышта жаңғырып кететін. Кешікпей-ақ өсек желдей есті. Мына медбикені көрдің бе? Иә, баяғыда күйеуге тимей жүргені осылай біткені ғой. Шалмен деген не масқара? Тексіз. Әй, 60-тағы Алпысбайда құтырған әйелі өлді деп. Назерке бұрын ешкімге керек болмаған, жалғыз жүрген кезін аңсады. Ол кезде ешкімге тимейтін, ешкім сөзде айтпайтын. Енді күн сайын дүкенге барса да, дәріханаға кірсе де, өзіне қадалған көздердің ішінде от тұрды. Жақ болса бәрін білді. Бірақ ешкімге жауап қатпады. Тек Назеркеге. Көңілге қарап жүрсең, ел сені шайнап қояды. Бірақ жүрегіне қарасаң, ел сенен қорқат деді. Менің қорқатын түрім жоқ, ата. Бірақ ішімдегі балаға не деймін? Оның әкесі. Мен. Назерке алғаш рет шалдың жанарынан қорған көрді. Әке де емес, күйеу де емес, жай ғана тірегі болатын біреу. Бұл баланың аты кім болады? Деді шал. Назерке жымиып. Алпысбай. Ел күледі. Онсыз да күліп жатыр. Одан да баламның есімі саған ұқсасын. Мейіріміңе. Жақыптың жанары жасаурап кетті. Айлар өте берді. Назерке ішін ұстап жүрді. Емханадағылар бетіне айтпаса да, сыртынан жақтырмады. Бірақ ол ешкімге жалынбады. Жақып апта сайын оған айран, қымыз, ет апарып тұрды. Қоғам күлді. Бірақ ол шал жылап жүрді. Кемпірі өлгелі, бұл оның бірінші рет өмір сүргісі келген кезі еді. Түндердің бірінде Назерке қатты толғатып, жалғыз өзі босанды. Ауруханаға бара алмады. Үйінде, жалғыз, төсек үстінде жылап, айғайлап, жансақтап босанды. Баланы көтеріп, ең бірінші ойына келген сөз. Кешір менің кішкентай Алпысбайым. Назерке өз қолымен қырқынан шығарып, өзі азан шақырып қойған баласын төсіне басты. Түнгі үнсіздікте тек бір ғана дыбыс естілді, баланың жылаған үні мен ананың үнсіз көз жасы. Келесі күні таң ата бере, Жақып шал шелекпен сүт, табақ пен қаймақ алып жетті. Бірақ баланы көргенде көзі ботадай болып, табалдырықта тоқтап қалды. Мынау шынымен менің балам ба? Назерке жай ғана бас изеді. Түрі тура өзің. Көзіңнің ішіне дейін деді де, Жақып тізесін бүгіп, баланың қасына отырды. Енді біз не істейміз, ата? Елдің өсегі. Ел мені баяғыда-ақ көмген. Сен енді менің көлеңкем емессің. Сен менің жалғасымсың, деді ол күбірлеп. Бірақ көлеңке қашпайды. Үйдің алдына күніге бөтен көздер, түнде тас атқан балалар, күндіз артын шұқып жүрген келіншектер пайда бола бастады. Мынау кемпірі өлді деп құтырып кеткен шалың кім өзі? Қыз болса, көргенсіздің көкесі болды ғой, шалдан бала көтеріп. Мынау қарттар үйінен келген жаман шал шығар. Назерке басында үнсіз шыдады. Кейін базардағы кемпірге. Әже, мені жамандамаңыз. Мен сіздің де келініңіз болармын, тағдыр қалай аударады дейсіз, деп жауап берді. Күндердің бір күнде ауданнан комиссия келіп, медбикелердің моралдық жағдайын тексерді. Назеркені жұмыстан шығару мәселесі көтерілді. Бізге ондай әйел керек емес, деді бас дәрігер. Мен бала көтердім деп жұмыстан қуылсам, ал сіздер неге күйеуіңізден жасырып жүрген сүйіктілеріңізбен жүргенде орныңызда қаласыз? Деді Назерке батыл түрде. Сол сөзбен-ақ мекемеден кетіп қалды. Жақып шал болса, баланы өз атына жаздырмақ болды. Бірақ халыққа ол жынды шал еді. Ахаш тіркеуден бас тартты. Бұл сенің немерең шығар, деді тіркеуші әйел. Жоқ, бұл менің жалғасым. Өмірге кешіп келген ұлым. Бірақ құжатта баланың әкесі белгісіз боп қалды. Түндердің бірінде, ауылдың шыға берісінде шанамен Алпысбайды көтеріп тұрған Жақып шал. Ұлым, ел сені қабылдамаса, мен сенімен бірге кетем. Қайда, ата? Деді Назерке артынан жетіп келіп. Қайда болса да. Бірақ мен сендерді жалғыз қалдырмаймын. Бұл ел сені жек көреді, бірақ мен сенің жаныңдамын. Назерке еңіреп жылады. Кешір, мен сіздің ғұмырыңызды былғадым. Жоқ, керісінше мен өлген жүрегімді тірілттің. Ауылдың шетінде тып-тыныш, тастан өрілген ескі үй бар еді. Назерке мен Жақып шал енді сол үйге көшіп алды. 3 адам, бір тағдыр.
Күндіз бала күлкісіне толы болса, түнде күрсініске, үнсіз жылауға толы еді. Бала есейіп келе жатты. Қиық көздерімен салмақты жүрісі тура жақтыкіндей. Аты Алпысбай. «Апа, менің әкем кім?» деп сұрады бірде ұлы. Назерке жүрегін қысып, бір сәт үнсіз қалды. «Сенің әкең жүрегі үлкен, өзі кәрі, бірақ сені бәрінен артық жақсы көрген адам». «Қайда ол?» Жақып үнсіз ғана арттарында тұрған еді. Ол басын изеп, ұлына қарап жымиып, «Қасыңда» деді. Сол сөзбен бәрін түсіндіргендей. Назерке ұлын балабақшаға бергісі келді. Бірақ ауыл ішінде әңгіме тым көп еді. Кейбір аналар, «Әлгі шалдың қызынан туған бала ғой, біздің балаларға жоламасын» деді. «Тек сіздің тұқымы» деп те айтып жатты. Назерке сол түні ұзақ жылады. Жақып шал келіп, қасына отырды. «Елге тас болса да, сен маған нұр болдың. Сен болмасаң, мен әлдеқашан сол кемпірімнің қасына кеткен болар едім». Елдің сөзі өлтіріп жатыр, ата. Елдің сөзімен өлсек, елмен бірге көмілеміз бе? Бір күні қаладан жас тілші келіп, ерекше отбасылар жайлы сюжет түсірмек болды. Олар Жақып шал мен Назеркеге тап болды. Сұхбатта Назерке бар шындығын жасырмады. Махаббаттың жасы болмайды. Тек адамдардың түсінігі шектеулі. Сюжет жарияланғаннан кейін ауыл екіге жарылды. Бірі, әне, өздері көрсетіп жатыр, беттері қалың екен. Десе, екіншілері, батыл екен. Қанша адамда сондай тағдыр бар, бірақ айталмайды ғой. Кешкілік кезде Назерке далада баласын тербетіп отырғанда, Жақып шал қолына домбырасын алып, «Еркек тәннің емес, жанның серігі болуы керек еді. Мен саған тәнімді емес, жанымды бердім. Ал мен сізден жанымның тыныштығын алдым» деді Назерке көзіне жас алып. Сол түні алғаш рет Назерке өзі Жақыптың төсіне басын қойып ұйықтады. Бұрын еркекке иек артпаған әйел енді бір шалдың жүрек соғысына сеніп жатқанда еді. Ауыл үшін тағы да шу басты. Бұл жолы басқа әңгіме шықты. Әлгі шал өлген екен. Иә, медбикесі егіліп жылапты дейді. Әй, шалы өліп, жыламайтын адам бар ма? Назерке әлдеқашан елдің сөзінен шаршаған. Енді тек Алпысбай үшін өмір сүріп жүр. Баласының әр қадамына қуанады. Әкесі бар екенін білсе де, ата деп кеткен ұлы енді күнде кешке. «Анашым, атам неге оянбай қойды?» Назерке үнсіз ғана маңдайынан иіскеп. «Атаң шаршады, жаным. Ол енді аспанда сені күзетіп жүр» дейтін. Жақып шал сол көктемнің түнінде дүниеден өтті. Назерке оны жай ғана ұйықтап жатқандай көрген. Қолында медбикеден алған дәрі, жанында туғаннан сүйген әйел, жүрегінде бейбіт тыныштық. Таңертең ұлының дауысына оянбаған Жақыпты Назерке ақ жаймамен жауып, үнсіз отырып жылады. Оның көз жасында елдің сөзіне ыза да, махаббаттың қимастығы да, жалғыздық та бар еді. Жерлеу қарапайым өтті. Ауыл халқы екіге бөлінді. Бірі, жастан шуақ тауып, шал күйіп кеткен ғой десе, екіншісі, махаббат қой арманын алып кетті деді. Назерке қабір басында ұзақ тұрды. Қолында Жақыптың домбырасы. Соңғы рет шертіп, «Сіз маған тыныштық бердіңіз. Ал мен сізге өмірдің соңғы көктемін сыйладым» деді. Дауысы дірілдеп, көз жасы домбыраның ішегіне тамды. Бір жыл өтті. Назерке қалаға көшіп кетті. Алпысбай мектепке барды. Анасы оны ешкімнен кем қылмай өсірді. Баласы сұраса, «Әкемше?» Назерке жымиып, «Ол сенің көлеңкең, сені ешқашан тастамайтын». Ал өзі кей-кейде күн батып бара жатқанда ескі домбыраны алып, балконына шығып шертіп отыратын. Көңілі бір жерді аңсайтын. Жүрегі бір дауысқа құлақ түретін. Бірақ ол дауыс тек жүректе ғана естілетін еді.